Сәлем сұлуларым, бүгін сіздермен мөлдір, бүгін керемет сүтті қыз тортын жасайтын боламыз. Молочная девочка рецебін бөлсем. 80 грамм сливочное маслоға бөлме температурасында еріген 1,5 банкі три желания сгущенкасын қосатын боламыз. 2 жұмыртқа. Мен отборный жұмыртқа пайдаландым. Осылай бір келкетіп араластырып аласыздар. Миксермен де, миксерсіз де араластыруға болады, достар. Осылай әдемілеп араластырып аламыз. Бір-біріне бірігіп икемге келгенше осылай масса келтіріп аламыз да 160 грамм ұнымызға 1 шай қасық разрыхлитель саламыз да електен өткізіп тұрып саламыз. Бір келкі масса жасайтын боламыз, достар. Осылай бірінші миксер қоспай араластырып аламыздар. Оның шашырап кетпеу үшін енді миксерді қосып, осылай бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Достар, өте керемет дәмді шығады. Мен қызымның туған күніне жасап жатырмын. Міне қараңыздар, әдемі нәзік қызыма осындай торт жасап жатырмын, нәзік. Диаметрі 22-лік формочкамызды алып, осылай сызып алдым карандашпен, осылай пісіріп аласыздар. 6 кош шығады 180 градуста. Креміне 500 грамм сливки, 220 грамм творожный сыр саламыз. Араластырып, творожный сыр мен сливкиді бір келкетеміз. Сосын сахарный пудра менде қалмапты. Үйдегі қантты блендермен езіп, қант ұнтағын жасап алдым. Кондитерлік пакетикке осылай саламыз дағыны. Тортымызды жинаймыз. Осылай жинап аласыздар. Бір келкетіп, текстеп шығамыз. Кожды жинаймыз. Осындай формаменен түзу әдемі болып шығу үшін осындай формамен қаптап жинасаңыздар әдемі болады. Міне 6 кожды осылай жинадық. Бір келкетіп осылай текстеп шығасыздар, достар. Әсемдеу үшін мен құлпынай қолдандым. Өзі нәзік қызым туған күніне нәзік құлпынайларды қойып, өзім нәзік қып, розовый қып, қызым туған күніне әдемдеп жасадым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасайсыздар, достар, әсемдеуін. Міне әдемі торт шықты. Қызым құсаған нәзік, сүп-сүйкімді, тәп-тәтті торт. Сіздер де жасап көріңіздер. Өз отбасыларыңызды, өз қолыңыздан шыққан тәттілермен, дәмдермен қуанта беріңіздер. Әрбір әйел кісінің қолынан келетін дүние деп ойлаймын, себебі тамақ істейтін әйел тәтті де істей алады. Ас болсын, рецептпен алдағы уақытта бөлісемін көптеген.